Біз бүгін жент жасаймыз. Әуелі тарыны қуырамыз, сосын одан талқан жасаймыз. Сосын қант қосамыз. Талқанымыз дайын. Мінекі жаңағы тарыдан мынандай талқан істедік. Мынаны блендермен істедік. Бұрын дерменмен тартады. Дерменге тарыны салып, сосын тартады. Сол кезде мынандай талқан шығады. Бұдан нандас пісірген баяғыда. Талқан қыпта жеген. Мінекі әдемі талқан шықты. Ал мінекі жент істеуін бастаймыз. Мұны ірімшікке қарағанда талқанды молырақ салған дұрыс. Біз мұны қызыл ірімшікті өзіміз қайнатып істедік. Бұл қызыл ірімшіктің орнына кейбіреулер печенье салады. Біз енді қызыл ірімшікпен істеп жатырмыз. Қызыл ірімшікпен өте дәмді болады. Қазір печенье қосады. Ауылда енді ірімшік болған адамдар ірімшікпен істейді. Ал ірімшік болмаса печенье қосады. Талқан қосады, печенье қосады. Араластырамыз, сосын май қосамыз. Майымызды алдын ала ертіп алдық. Енді мұны талқанымыздың үстіне құямыз. Май жұтып алады. Талқан мен ірімшік майды жұтып алады. Майын дұрыстап салу керек. Май аз болса түгел шашырап кетеді. Ал май көп қылмай, енді норма қылып былай не қылған кезде көрінеді өзі. 60% талқан салдық, 40% ірімшік салдық. Мінекі істеп болдық. Майын бәрін қостық. Енді қазір дәмін көреміз, қантын көреміз. Талқаны қанша екен, соның бәрін көреміз. Майы да, қанты да әдем болды. Талқан да бәрі де жақсы. Тарының прям дәмі шығып тұр. Енді бәрін бұны алып, мына формочкаға салып, қатырамыз морозильникке. Міне жентіміз дайын. Енді бұны 5-6 сағатқа морозильникке қоямыз. Ал мінекі жентіміз дайын. Міне көреміз енді. Мынау жентімізге қызыл ірімшік салғанымыз өте жақсы болды. Печенье салғаннан өте жақсы. Ірімшіктің, талқанның дәмі шығып тұр. Майдың өте жақсы. Ал енді жентіміздің дәмін көрейік. Қалай болды екен. Осылай істеңіздер. Талқанмен, ірімшікпен, печеньемен болса да істеуге болады. Өте жақсы, пайдалы, жақсы, балаларға да жақсы. Тары өте пайдалы. Асқазанға да жай да жақсы болады.